тиіп кетті, өзі тиіп кетті, сиқырланып кетті деп айтады ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам имам Термизи жеткізетін хадисте бүйтіп айтады. Әр нәрсенің өзінің төбесі бар дейді. Және де Құранның төбесі болып есептелетін ол Бақара сүресі дейді. Ал енді сол Құрандағы аяттардың арасында соның мырзасы болып табылатын, қожайыны болып табылатын ол аят әл-Күрси. Аятул Күрси аяты. Аятул Күрси деген өзі бір-ақ аятты. Ол Бақара сүресінің 255 аяты. Бір-ақ аят өзі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, кімде-кім аятул Күрсиді таңертең оқса, кешке дейін Алланың қорғауында болады, және де оған көз сөз өтпейді дейді. Көз тиіп кетті, өз тиіп кетті, сиқырланып кетті деп айтады ғой, ондай нәрсе жүрмейді дейді. Ал енді кім оны кешке қарай оқса, ол таң атқанға дейін Алланың қорғауында болады дейді. Осындай хадистер негізі өте қатты көп. Және де тағы да бір хадисте пайғамбарымыз бүйтіп айтады, кімде-кім намаздан кейін бірден аятул Күрсиді оқитын болса деді, онымен жәннаттың арасын айырып тұрған тек қана өлім болады дейді. Аллаху акбар. Яғни ол адам дүниеден өтіп кетсе, бірден жәннатқа барады деген сөз ғой. Сол үшін мен бұны не үшін айтып жатырмын? Біз кейбір кезде күрделі бір нәрселерді айтып кетеміз да, бірақ негізінде осындай кішкентай амалдарда, кішкентай нәрселерде үлкен берекеттер бар да. Тұрақты болса. Тұрақты болса. Оны мен әрдайым подкастта айтам. Мына жігіттер тыңдап отыр. Мына амалды бар ғой, бір рет жасаған кезде оның сауабын аласыз да. Ал тұрақтылық жасап, үнемі жасап отқан кезде оның жемісін аласыз да. Сол үшін амалда тұрақты болған адам амалының жемісін көреді да. Сол үшін тұрақты болсаңыз, сіз де міндетті түрде үйіңізге берекеттің кіргенін сезетін боласыз да.